Sen akşam ötüdün mü? Adam болмай жатыр ғой. Ол senin проблема. Bir hafta срок берем sana. Сол кезде тауып қоятын болсың ба? Жарайды, братан. Братан, керегі? А? Не дейді? Іш? Осынан керек? Жатам, нормально ма? Дерзко. Yana sundan әдемі екен еді. Қанша ішші? Братан, мұнда керегі? Dur. Tarp. Akşam öz, сол кезде аласың, тай бар еді. Жігіттер! Мура? Я, жігіттер, мен ғой Мура. Я, жігіттер, бұл тірлікті әлі қоймағасыңдар ма? Жоқ, Мура. Біз бұл тірлікті қойған жоқпыз. О, сен келдің. Енді басқа тірлік бастайтын боламыз. Аузыңды жапшы. Қазір біз бір жерге барамыз. Ол жақта менің миымды ашты. Оның басқа адамдардың миын аштыратын болсаң, онда қажеті жоқ. Аузыңды жап. Бәке, уайымдамаңыз. Салған ақшаңыз өзіңізге 2 есе болып қайтады. Жақсы, келістік. Мен сізге сенемін. Сеніміңізге рахмет. Ақша бердің ба не? Қанша ақша бердің? Түсінбедім бәке. Ол кім? Қарыз бітімшісі. Кесіңіз, айбет басым еді. Қанша бердің? Сол ақшаны маған берсең, мен саған бизнес ашып беремін. Бәке, ойны масқара. Мен сізбен жұмыс істейін деп алсам нормально. Жоқ, мен контракт бұзамын, болды. Алеке! Не масқара ма? Мен позорым шағылған жер сені. Қойса сондайың, немене бөлесің? Баука, сабырға кеш бол. Білесің ғой қандай адам екен. Ойнама бол, бәрі жақсы болады. Менше, сол ақшаны маған берсең, сен бизнесіңді ашып, топ қып беретінім ғой. Қойыңдар ше бол, шаршадым мен. Конкретно айт, серьезно ғой. Конкретно мал адам екенсің ше. Негізі мен оның бизнесін көтеріп берейін деп жатқан едім. Саған айтып
маған қарап тұр ғой. Нормально ғой қараса. Ортасындағы әдемі сияқты. Ол мүмкін маған қарап жатқан жоқ шығар. Саған қарап тұр ғой. Қарасай. Махаббат дейсің ғой. Махаббатым қойш. Бауке не істейміз? Ана бизнесмен маған ұнаған жоқ конкретно. Қатты айтып тұр ғой. Не істейміз? Менің братикаларым бар, соларға табыстап жіберейік. Өзі біз шәне ма? Көресіңдер әлі, көресіңдер. Ötesi mi? Kasal. Осы қайыр сияқты. Мен ана жерде отырған сайын байқаймын да. Қалай ойлайсыңдар қыздар сендер? Ya қайыршы. Қайыршы десе қайыршы. Но бірақ киімі нормально ғой. Мұндай емес шығар. Қойыңдаршы қыздар. Не қыламыз? Біреудің сыртынан әңгіме айтып жаман ғой. Оданша басқа нәрсе деп. Ойбай, өзіңді әшейін жамандап айтқанда болмады ғой сонша. Не болды? Ой, қойыңдаршы біреуді. Не істейміз оданша соны ойланайық. Дүкенге барайық деп. Мен қалай ұнады олар, а? Жоқ, мен мына жеріне бүйт қалай ұстап ұрады ол? Мен ата-анам кішкентайымнан бетінен қақпағым. Жоқ, қалай ұрады олар мен, а? Брат, сен кім ұрғанмен қаяқтан білейін? Мен таяқ жейтін жігітке ұқсаймын ба? Жоқ, қарашы маған, қандай жігітпін? Таяқ жемейтін жігітке ұқсап тұрсаң да, таяқ жеп тұрсың ғой, брат. Өй, не айтсың, түсінбейтін адам екенсің ғой. Брат, сен маған не ағыл дейсің? Не үшін келіп тұрсың өзі? Жоқ, не үшін келіп тұрғанда мен аналардан кек алмай қоймаймын. Біз балдар жинап солардан кек алайық. Келісесің ба? Братишкалар, сендерге жесткий тапсырмам бар. Қандай тапсырма ол, брат? Бір жігіт братандарыңа жақпай қалды. Тиісіп жатыр, соны сындырып тастау керек. Өзің барған ыңғайсыз, сендерге тапсырғаным деп тұр. Ол братан, саған тиіскен болса, біз сен үшін таканса ғой. Осы тапсырманы саған тапсырдым. Ол братан, бәрі чеке-чеке болады. Ержан, мені сырттай біреулер аңдып жүрген сияқты. Кім қайда? Қалай байқадыңыз? Кім ол? Кім өнер олар вообще аңдып жүрген? Осы жұмыстан шыққан кезде байқадым. Бірақ нақты кімдер екенін білмеймін. Маған охранниктер керек. Болды ғой бәсеке. Менде екі сенімді бір агентім бар. Қазір алып келейін. Агенттер жақсы болса болар еді. Ержан, мына екі қыз мен точно қарай аламын. Еңір мырза, сіз бізге толықтай сенсеңіз болады. Біз осы уақытқа дейін талай істердің бетін ашып келген агенттер боламыз, және де сіз сияқты бастықтарды біз осы уақытқа дейін қорғап келдік. Ол жағынан күмәніңіз болмасын. Ондай болса, бүгіннен бастап жұмысқа кірісе берсеңдер болады. Сізді аңдып жүрген адамды біз міндетті түрде